Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikTok'тағы және YouTube'тағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай тригонометриялық функциядан алынған анықталмаған интеграл табу әдісін көрсетемін. Бізде интеграл dx бөлінген 1 плюс 3 косинус квадрат x-ның қалай тағамыз. Бұл интегралды шығару үшін біз бөлшектің алымында бөлімінде косинус квадрат x-ке бөліп жібереміз. Бізде бәрін тангенс x арқылы өрнектейміз. Бұндай интегралдарды есептегенде барлық өрнекті функцияларды бір функция арқылы өрнектегеннен ыңғайлы. Мынада косинус квадрат x-қа бөліп жібереміз алымында бөлімінде. Сонда біз мына алымында dx бөлінген косинус квадрат x мына бөлінген бір бөлінген косинус квадрат x плюс 3 міне. Енді жерде қарайық. Тангенс x-ті t деп алсақ, тангенс x-ті t деп алсақ, тангенс x-ті t деп алсақ. Ал енді қанан дифференциал қалай болады? Мына функцияның туындысы тангенс x-ның туындысы бір бөлінген косинус квадрат x косинус квадрат x бір бөлінген dx міне. Осыған тең болады. Енді осы жерде бір бөлінген косинус квадрат x-тің алымында да тұр, бөлімінде де тұр. Соны бір бөлінген косинус квадрат x тангенс x арқылы қалай өрнектеп алсақ болады? Бір бөлінген косинус квадрат x ол дегеніміз 1 плюс тангенс квадрат x и ол тең 1 плюс t квадрат міне. Енді мына интеграл неге тең сонда енді? Мынандай түрлендірулер енгізіп бізде мынау д-ға тең болады мына алымы, дифференциалды үш косинус квадрат x бөлінген dx. Мына 1 плюс t квадрат плюс 3, значит 4 плюс t квадрат. Екінің квадраты плюс t-ның квадраты д-да бұлау неге тең? Мынау бізде қалай интеграл данадама тангенс x-тің туындысы 1 бөлінген 1 плюс x квадрат. Аның орнына ана қалай интеграл бар ма? Таблицалық интеграл қалай еді? dx бөлінген x квадрат плюс a квадрат. Бұл неге тең? Бұл таблицалық интеграл ол тең 1 бөлінген a арктангенс x бөлінген a плюс c. А мұнда неге тең емес әрине. Бұл жерде a-ның орнына 2 тұр, x-ның орнына t тұр. Значит 2-ден 1 арктангенс t бөлінген 2 плюс c. Осыған тең осы интеграл. Біз t деп нені алдық? Тангенс x. Значит, мына интеграл неге тең? 2-ден 1 арктангенс тангенс x бөлінген 2 плюс c. Интеграл неге тең? Интеграл dx бөлінген 1 плюс 3 косинус квадрат x 2-ден 1 арктангенс x бөлінген 2 плюс c. Міне осыған тең. Мына салайық қой, бір тестеріңізбен бөлісіңіздер. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.